Атайды, тілі тиеді, сондай сұрақ көтеріліп жатыр. Бауырлар, мынандай нәрсе. Біз әр аузымыздан шыққан сөзге жауап береміз. Ықтият болыңыздар. Шапалақ ұрсаң да, ысқырсаң да, соны періштелер жазып қояды деген. Ысқырды немесе шапалақ ұрды. Бірақ не үшін ысқырды, не үшін шапалақ ұрған біз білмейміз ниетін. Ертең Алланың алдында өзі жауап береді деп жаза береді екен. Екі періште отыр екі иығымызда. Бірақ оның ішінде мына мешітке балағаттау мешіт қызметкерлері немесе мешітке келіп жүрген тәубасында жығылып, әйтеуір Құдайдың ақ жолын іздеп өткеніме салауат, Алламен кешір деп жатқан адамдарды, бауырлар, ондай сөз айтуға болмайды. Анау балағаттап, небір Расулаллахты жынды деді, ақын деді, сиқыршы деді, басқа деді. Меккеден Мәдина қаласына көшіп кетуіне ықпал жасаған Мекке мүшриктердің бәрін кешірді пайғамбар алейхиссалам. Өткен Расулаллах айтқан жауабы, олар білмей жатыр. Білсе ондайға бармайды ғой. Мен Алладан үміт етемін. Олар да сабымызға тұрып келеді уақыт сағат келгенде деп Расулаллах дұға қылып жүретін. Өзіңіз келе алмай жатқан болсаңыз, бірақ келіп жатқандарды бауырлар жақсы сөзде болыңыздар. Алла маған да нәсіп етсін. Қандай бақытты адамдар. Алла маған да сапта тұрып, солардың қатарында тұрып нәсіп етсін деп дұға қылыңыздар бауырлар. Бұл пайғамбар алейхиссаламның өсиеті бәрімізге айтқан. Расулаллах айтады: мына төртеудің бірі болыңдар, бесінші болмаңдар халақ боласыңдар деген хадис бар. Біріншісі күн алиман, Расулаллах бірінші ұлағатты ұстаз болыңдар дейді. Ау муталиман, ұстаз бола алмасыңдар, онда шәкірт болыңдар, тұрақты шәкірт. Бір келіп екі мәрте келмей қоятын емес, тұрақты шәкірт. Ау мустамиған, шәкірт болуға да жарамай жүрген болсаң, онда тыңдаушы бол хотя бы. Тым болмаса тыңда келді. Намазға келген кезде уағыз дәріс болады. Ана жерде телефон шұқылап отырмай, тыңдау керек онда. Ау мухиббан, егер тыңдауға да шамаң келмесе, онда жақсы көрушілерден бол дейді. Мешітке келе алмай жатсың. Түрлі себептер бар оған. Бірақ сыртта жүрсеңіз де, мына жердегі адамдар жақсы көр. Мешіт қызметкерлері болсын, сол қызметкердің жанында жүрген шәкірттері бар, нерде намазхандар бар. Оларды не істеу керек дейді? Жақсы көрушілерден бол дейді. Осы төртеудің бірі бол деді. Бесіншісі болма халақ боласың деді. Расулаллахтың сөзі. Кім ол бесіншісі десе, не ұстаз емес, не шәкірт емес, не тыңдамайды, не жақсы көрмейді. Бесіншісі жаңағыдай болмайтын нәрсені әңгіме, ғайбат, өсек, ой сендерді білеміз ғой, ой сендерді білеміз. Нені білесің сен? Түскесін имам дейді, түстен кейін имам дейді. Ол не әңгіме ол? Молданың айтқан істеген істеме дейді. Бұның бәрі анау баяғы коммунизмнен қалып қойған сөзі атеист кәпірлердің әңгімесі бұның бәрі. Әдейі сөзі дін мамандарын жамандайтын анекдоттар шығарды олар. Әдейі сол заманда байларды кедейлерге қарсы қойып, байларды жаңағыдай жаман көрсетіп, небір мультиктарды шығарды. Әлі күнге шейін халық кейбір адамдар байлықтан десе қорқады, жаман көреді байларды дейді да мысалға. Өзі білмейді байлық не екенін. Бай адамдар ең жақсы адамдар қоғамда. Адал еңбекпен сен ұқсап жатқан жоқ үйде ұйықтап. Еңбек қылып жатыр, ізденіп жатыр. Қанша ақшасын салды, денсаулығын салды сол жолда. Өсіріп келе жатқан байлығы да оның. Сөйтті ана баяғы мультиктер есе түседі, ана қарны шығып кеткен бай бейді. Алдар көсенің нелері бар ғой? Талай көрдік қой? Алдар көсе молодец дейді. Шынымен солай істеген болса, шариғат бойынша алдар көсе атамыз дұрыс емес онда. Біреудің адал тауып жатқан малын алдап сылап құлағынан теуіп тартып алу дұрыс емес ол. Шариғат бойынша да бұлай да дұрыс емес. Білесіз ба? Сондай алып қашпа, сондай баяғы діннің дұшпандарының сөздері әлі келе жатыр да қоғамда. Ой, білеміз ғой сендер деп қояды. Нені білесің сен? Айтшы, не айтқың келіп жатыр? Сосын барлар бұның бәрі жаман жаңағыдай сөздің артында шайтандыр. Шайтан сол бәрімізді мешіттен бездірсе, ешкім мешітке келмесе, сөйтіп мына жер Құдай сақтасын бір ночной клубқа айналса, оған керегі сол. Сөйтіп шашыңды жалбыратып, бәрін тозаққа біріңді қалдырмай алып кетемін мен деп Аллаға уәде берген ол білесіз. Шайтан қыр соңымыздан қалмайды ешқайсымыздың. Сол шайтаннан қорғанатын бірақ жол Алланың дініне жармасу, мешіттің ішіне барынша ұмтылу бауырлар. Осы жерде біздің Алла рахматын табасыңдар.